Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай дәмді, әдемі үй жағдайында аз шығын кететін, 30 минутта дайын болатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең әуелі балымызды бая отта ерітеміз. Кішкене қайнау басталған кезде үстінен жарты шай қасық ас содасын салып, екеуін тоқтатпай айналдыра қозғап отырамыз. Өзі осындай қоңыр түске ене бастайды. Сол кезде үстінен сары майымызды салып, біркелкі масса болғанша, толық ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Міне массамыз дайын болды. Енді кішкене салқындатып алайық. Массамыз салқындағанша жұмыртқамыз бен шекерімізді аппақ масса болғанша миксерлеп аламыз. Сол кезде біздің корждарымыз көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Міне қою аппақ массамыз дайын болды. Үстінен кішкене тұзымызды салып аламыз. Балымызды да үстінен құйып, араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды да салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді корждарымызды пісіруді бастайық. Мен алдын ала осылай пергамент қағазына дөңгелекшелерді сызып алдым. Үлкенірек қып сыздым, себебі бізге шетінен кесіп, бетіне сепкенге алатын боламыз. Әр қайсысына 4 ас қасықтан қостым. Енді осылай біркелкі етіп, дөңгелекшенің бойымен жайып шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып алып, 5-10 минут корждарымызды пісіріп аламыз. Корждарымыз дайын болды. Міне осындай әдемі қызарып пісті. Енді осыларды барлығын біркелкі етіп, шетін кесіп аламыз дөңгелекшелеп. Міне мен осылай кестім. Осылай барлығы біркелкі болып шықты менде. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Менде 20% қаймақ, 400 грамм. Үстінен сахарный пудраны қосып, екеуін біркелкі масса болғанша араластырып алдым. Бар болған 2 ағзаттан тұрады. Креміміз өте жеңіл, әрі оңай дайындалуы. Енді осылай кремімізді 2-3 ас қасықтан салып, әдемелеп жағып шығамыз. Қалған кремімізді де жан-жағына жақсылап жағып аламыз. Енді үгітілген қамырымызбен әсемдеп шығамыз барлық жағын. Мен алдын ала шетінен кесіп алған қамырымызды оқтаудың көмегімен үгітіп алдым. Блендермен де үгітсеңіздер болады. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп шығамыз. Мінекей тортымыз дайын. Мен классикалық түрде әсемдедім. Ортасын ашық етіп, түрлі жеміс-жидектерді қойып, әсемдесеңіздер де болады. Тортты бірнеше сағатқа кремі сіңгенше қойып қоямыз. Мінекей осындай нәзік, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, көп шығынды қажет етпейді. Көп тұрған сайын жұмсара береді. Корждары да жұп-жұқа, кремі де өте жеңіл болады. Әлі де көп торттардың рецептісі болады. Сол себепті де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.